Сәлеметсіздер ме? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жұмбаққа толы әлем. Сабақты жүргізетін мен Құттымұратова Балзия. Бүгінгі сабағымызда мына өлең шумақтарымен бастайық. Бір дегенім жаман баға алады оны жаман бала. Екі дегенім нашар баға, шегім нашарлама. Үш дегенім орта баға, сапасы да орта ғана. Төрт дегенім жақсы баға алады оны жақсы бала. Бес дегенім үздік бағаны, оқимыз тек үздік қана. Тамаша. Өткен сабақта үйге қандай тапсырма берген едім? Кім айтады? Үйге үлкендердің шөлді аймақтар туралы деректі фильм көріп, қосымша ақпарат іздестіріп келесіңдер деген болатынмын. Барлығымыз орындап келдік пе? Ендеше қазір тексеретін боламын. Парта бойынша кезек-кезек тапқан материалдарыңды оқып бересіңдер. Ескерту: оқылған материалдар қайталанбауы қажет. Сол себепті өз жұмыстарыңа көз жүгіртіп, ойларыңды жинақтап отырыңдар. Жарайсыңдар, өте қызықты материалдар екен. Қазір біз сұрақ-жауап әдісін пайдаланамыз. Оқушылар, сендер жұмбақ не екенін білесіңдер ме? Бәріміз білеміз, жұмбақ бүкіл әлемге әйгілі. Сендер қандай жұмбақ білесіңдер? Сыныпқа жасырып көріңдерші. Бірінші кезек Арманға. Арман, қане сен айта ғой. Жарайсың, Арман. Ал енді кезек Еркеде. Өте алғыр екенсіңдер. Жұмбақтың жауабын лезде таптыңдар. Жеке жұмыс жасайтында уақыт келді. Мен сендерге карточка таратып беремін. Сол карточкадағы тапсырмаларды орындайсыңдар. Сөздердің ретін көрсетесіңдер. Жарайсыңдар, оқушылар. Ал енді оқушылар, осы тапсырмаға ұқсас тапсырма құрастырып көрейікші. Құрастырып болсақ, сол жұмыстарыңды жұптарыңа беріңдер. Жұптарың оның жауабын тапсын. Содан кейін жұптар бір-бірін бағалайды. Бағалау бас бармақ әдісі арқылы жүргізіледі. Жарайсыңдар, оқушылар. Келесі тапсырмаға көшейік. Оқулықтың 69-шы бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген өлең шумақтарын түсініп оқып шығыңдар. Ал енді оқушылар, мен қазір сендерге өлең шумағын оқып беремін. Сендер жоғарыдағы қай өлеңнің екінші шумағы болуы мүмкін екендігін дәлелдейсіңдер. Көкте жүзге қалайды, секілді ақ табақ Көкте жүзге қалайды, секілді ақ табақ бір. Жұлдыздардың талайы қоршап алып қарап тұр. Мұқият ойланып, жоғарыдағы мана оқып шыққан өлеңдермен салыстырып, қайсының екінші бөлшегі болуы мүмкін екендігін анықтап көріңдер. Жарайсыңдар, оқушылар. Ал енді осы оқыған өлеңде қандай түсініксіз сөзді байқадыңдар? Қалайы бұл металдың бір түрі. Тақтаға назар аударсаңдар, қалайының суреті тұр. Міне осы суреттегі зат қалайы деп аталады. Бойымыз сергітетін уақыт келді. Орнымыздан тұрып, бойымызды жақсылап сергітіп алайық. Сабағымызды жалғастырайық. Біз оқыған өлең шумақтарының авторы Құлкерім Елемес. Құлкерім Елемес 1963 жылы 5 қарада Қырдағы Шыңжаң өлкесі Бұратала Моңғол облысы Жың ауданының қарасты Қызылүй деген жерде туған. Мектеп бітірген соң 2 жыл ұстаз болған. 1994 жылы атамекені Қазақстанға қоныс аударған. Республикалық егемен Қазақстан, Қазақ елі газеттерінде тілші, Жалын баспасында аға редактор болып жұмыс істеген. Қазір республикалық Балдырған журналында білім редакторы болып жұмыс жасайды. Өлең шумақтарын қаншалықты жақсы, мұқият оқығандарын тексеретін уақыт келді. Құс жолының бейнесін ақын қай тәсіл арқылы суреттеген? Ай мен күнге қандай теңеу айтар едің? Күннің бату, шығу тұстары қалай аталады білесің бе? Жарайсыңдар, оқушылар. Өте жақсы жауап. Миығымызға жаттығу жасайық. Қазір мен сендерге жұмбақ жасырамын. Сендер сол жұмбақтың жауабын табасыңдар. Санымыз қанша білмейміз, түнімен көз ілмейміз. Дұрыс айтасыңдар. Жұлдыз. Қанатсыз құс маңып барады, көзінен жас тамып барады.
дұрыс. Жауабы бұлт. Түсініп оқы әдісі. Оқулықтың 71-ші бетіндегі планетарий мәтініне назар аударыңдар. Мәтінді мұқият оқып шығыңдар. Мәтін бойынша жұптарыңа сұрақ қоясыңдар. Сұраққа жауап беруіне байланысты жұптарыңды бағалайтын боласыңдар. Жарайсыңдар. Оқушылар, сендер қандай аспан денелерін білесіңдер? Ол денені сипаттап бере аласыңдар ма? Ол туралы не білесің? Тамаша, жарайсыңдар. Мен қазір кеменің суреті жапсырылған күлегеш тартып беремін. Бүгінгі тақырыптан алған білімдеріңді, қызықты материалдарыңды, бір сөзбен айтқанда пікірлеріңді осы кеме күлегешіне жазатын боласыңдар. Мен кейін жинап алып оқитын боламын. Рахмет, оқушылар. Ал енді 3 тәсіл атты ойды ойнайық. Егер бүгінгі сабақ сендерге ұнаған болса, тік тұрасыңдар. Сабақ ортаңғы деңгейде өтті деп есептесеңдер, жартылай отырасыңдар. Ал егер де сабақ сендерге мүлдем ұнамаған болса, қызықсыз өтті деп есептесеңдер, орындарыңа отырасыңдар. Рахмет, оқушылар. Үйге тапсырма. Аспан денелері туралы ертегі құрастырып келесіңдер. Мысалы, ай мен күн және құс жылы жеті қарақшының суретін салып әкелесіңдер. 2 тапсырманы да орындасаңдар болады, немесе өзіңе ұнаған бір тапсырманы орындап келесіңдер. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.